Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Ана тілі пәнінен 81-ші сабақ заттың сынын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Алдымен ережемен танысайық. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, үлкен, таза, биік. Енді ереженің астындағы суреттерге қарайық. Нені көріп тұрмыз? Лимон. Лимон қандай? Лимон сары. Дәмі қандай? Дәмі қышқыл. Қышқыл лимон. Қандай лимон? Қышқыл лимон. Яғни заттың сынын білдіріп тұр. Келесі, ненің суретін көріп тұрмыз? Иә, дұрыс айтасыздар. Құлпынай. Құлпынай қандай? Құлпынай қызыл. Я, келесі, дәмді құлпынай. Қандай құлпынай? Дәмді құлпынай. Келесі суретте нені көріп тұрмыз? Сәбізді көріп тұрмыз. Сәбіз қандай? Сәбіз қызыл, сары. Қатты сәбіз. Қандай сәбіз? Қатты сәбіз. Жақсы, жарайсыңдар. Енді бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу. Тақырыбы бойынша өлеңнің мазмұнын болуша. Өлеңді тыңда. Балалар, өлеңнің тақырыбына қарайық. Тақырыбы мұғалім. Қалай ойлайсыңдар? Бұл өлеңнің мазмұны кім туралы айтылған екен? Я, дұрыс айтасыңдар, мұғалім туралы айтылған екен, е? Олай болса, мені тыңдаңдар. Мейірмен бізге қараған. Бір ағай келді қаладан. Сыйлайды оны бар бала, сыйлайды оны әр адам. Әр сөзі қандай жылы еді. Шуақты, ыстық жүрегі. Қашан ол жаттап үлгерген кітапты жатқа біледі. Өлеңнің авторы Рахымжан Өтегенов. Оқушылар, ақын мұғалімді қалай сипаттаған? Я, дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Мұғалім ол мейірімді адам. Мұғалімді барлық адамдар сыйлайды. Мұғалімнің жүрегі өте ыстық. Ол барлық балаға және адамға мейірімді қарайды. Ол өте білімді. Кітаптың барлығын жаттап алған адамды айтады. Енді шуақты және ыстық сөздеріне сұрақ қойықшы. Я, дұрыс айтасыңдар. Қандай? Шуақты, ыстық, я? Жақсы, жарайсыңдар. Келесі екінші жаттығуға қарайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Мұғалім мейірімді адам. Ол барлық баланы жақсы көреді. Бізге сапалы білім береді. Мұғалімді сыйлаймыз. Енді оқушылар, қандай сұрағына жауап беретін сөздердің астын сызайық. Мұғалім мейірімді адам. Қандай адам? Мейірімді адам. Дұрыс. Келесі. Ол барлық баланы жақсы көреді. Келесі сөйлемге қарайық. Бізге сапалы білім береді. Қандай білім береді? Сапалы білім береді. Келесі сөйлемде мұғалімді сыйлаймыз. Бұл жерде заттың сынын білдіретін сөз жоқ екен, е? Жақсы. Олай болса, үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу. Жаңылтпашты тыңдап, жатқа жаз. Қол ұстаз, бұл ұстаз. Жас ұстаз. Авторы Ескен Елубай. Жаңылтпашты жаттаймыз. Жаттап болғаннан кейін кітабымызды жауып, дәптерімізге әдемі етіп, қатесіз, көркем жазамыз. Жақсы, жарайсыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.